Бұл Қарағанды. Ол где в Караганде боксшы Джиджи мен көмір деген сұраққа жауап беруімен танымал. Еліміздің көптеген басқа қалалары сияқты бүгінде де мереке кеншілер күні аталып өтілуде. Оның қалай пайда болғанын және Қазақстан үшін неліктен маңызды екенін біз бейнебаянымызда баяндап береміз. Мерекенің пайда болуы бізді Қазақ КСР дәуіріне жатқызады. 1935 жылы тамыз айының аяғында шахтер Алексей Стаханов рекорд орнатып, нормадағы 7 тонна көмірдің орнына 102 көмір өндірді. Бұл оқиға барлық кеншілер мен басқа да жұмысшыларды біріктіруге ынталандыру болды. Олар өз жұмыстарына жаңа технологияларды енгізе бастады. Түтінге арналған үзілістердің санын азайтты және жауапкершілікті егжей-тегжейлі бөлді. Алдыңғы қатарлы кеншілерге кезексіз жиі жиғасталған пәтерлер берілді. Мәдени шараларға тегін билеттер, демалыс орындарына бару және тағы басқалар. Жалақы да өсті. Егер 1935 жылы қарағандылық кеншілердің жалақысын 100% негізге алсақ, 1937 жылы ол соманың 377% құраған. Кеншілер сол кездегі рок жұлдыздары болды. Ал 1947 жылы олар үшін 29 тамызда атап өтілетін бөлек мереке құрылды. Тәуелсіздіктің келуімен Қазақстан бұрынғы КСР-ның барлық елдері сияқты қиындықтарға тап болды. Экономиканың күйреуі, инфляция, жұмыссыздық және кедейлік. Көмірге деген сұраныс төмендеп жатыр. Шахталар мемлекеттік қолдаудан қағылған. Құрал жабдықтардың бағасы ондаған. Жүздеген есе өсіп жатыр. Бірақ көмірге деген баға сол қалпында. Сонымен қатар шағын кәсіпорындар пайда болады. Көмір сатуға делдалдар. Көмір өндіру мен сатудан түскен пайданың әдеуір бөлігі олардың сейфтерінде жоғалып кетеді. Кеншілер ереуілге шыға бастайды. Айтуға болатын мерекелер жоқ. Ең қиын экономикалық жағдайларда Қазақстан Республикасының үкіметі төтенше шаралар қабылдауға мәжбүр болды. Біріншіден, делдалдық кәсіпорындар жабылады. Содан кейін тау-кен геологиялық жағдайдың қиындығына байланысты құны жоғары шахталарда және қорларын өңдеп жатқан шахталарда көмір өндіруді қысқарту және осы салалардағы жұмысшыларды басқа шахталарға ауыстыру туралы шешім қабылданды. Бұл шешімдер еліміздің бүкіл көмір өнеркәсібін сақтап қалуға мүмкіндік берді. Мысалы, 1999 жылы Шұбаркөл кенішінде көмір өндіру 840 мың тонна болса, 2000 жылы 2 миллион құрды. Жағдай жақсарып, 2003 жылы кеншілер күні Қазақстан Республикасындағы кәсіптік және басқа да мерекелердің тізбесі қосымшасына енгізілді. Оның нақты күні жоқ және тамыз айының соңғы жексенбісінде ерекше ауқымда атап өтіледі. Неліктен кеншілерге көп көңіл бөлінеді? Ал көмір өнеркәсібі Қазақстандағы электр энергиясының 80% қамтамасыз ететін шындық. Көмір қоры жөнінен Қазақстан әлемде 8-ші орын. Дүниежүзілік көмір қорының 4% еліміздің қойнауында. Президент кеншілерді де қолдайды, бірақ қоршаған ортаға қамқорлықпен көмір еліміздің энергетикалық балансында маңызды орын алады. Бұл 70%-дан астам. Көмірді пайдалудан бас тарту, әсіресе қазір Еуропалық одақ халықаралық аренадағы геосаяси өзгерістерге байланысты көмірді пайдалану тұжырымдамасына қайта оралуда.